Qaraqalpaq Memleketlik Milli Tiyatrının tarihi hakkında gap yeterken biz onu destekli çölkömleştirgen, жұмысларын жолға қойған әжайып insanlar hakkında айтпай өтуге хақымыз жоқ. Ең дәстепкі театрды çölkömleştirушілердің бірі Zərif Patiqovich Qasimov, Seyfulqabıl Majitov, ondan keyin Abdurrahman ağa Ötepov, şulardı uyumlaştırgan Qasım Əvözovlar teatrımız tarixində unutulmaz tulğalar болып hesaplanады. 1924 yılı Törtgül'de pedagogik teknikum, avul hocalık teknikum açılgandan keyin onun içinde kopkana drama dögörökler işlep, solarның içindeki ayrım talantlarından 13 yaşın katnasında 1926 yılın 11 aprelinde sol vaqtdagi Qaraqalpaqiston Oblastlik Atqaruv Komitetining qarori bilan Qaraqalpaq Milliy teatr truppasi tuziladi. Ham bugan eng dastlab pedagogikalik texnikumning muallimi Zərif Patiqovich Qasimov ko'rkamlik boshchi bo'lib tayyorlanadi. Bu krujok 26-27 yillar juda aktiv xizmat etadi. Rayonlarga barib konsertlar, spektakllar ko'rkamlashtiradi. Mine 1927 yılı Abdurrahman Ötepov Törtgül'ge aylık kursga okuga kelgeninde Tanrı truppasının жұмыслары менен tanışıp sol yıldın көркөмлük başçısı болып tayyorlanады. Zərif Patiqovich özünün burungu mugallimlik kasibine ketedi. Mine bu yerde Abdurrahman Ötepov'un teatrga başçılık yetuvinden başlap endi teatrga Turaqlı ağzalar, bunun özgürlerдің birevi kelip birevi ketetiğin bolsa Abdurrahman Ötepov sol truppanın turaqlı ağzalar tayarlaydı. Endi bu yılları elbette dramaturglar yok. Sonun için en dastlapki spektakl koyuğa bugan Qasım Əvözov sol vaqtdagi Qaraqalpaqiston Oblastlik Atqaruv Komitetining başlığı özü edebiyatqa, көркем өнерге жақын болғанлығы себеплі бірінші мәртебе Тілек жолында атты пьесасын жазып, бұны Zərif Patiqovich Qasimov 27 жылдың 8 ноябрінде сахнаға қойған еді. Bundan кейін бұл драматургия тарауына Seyfulqabıl Majitov үлкен үлес қосады. Ол өзінің Ақсақал атлы, Ernazar Alakөz атлы çıkarmalarını yazıp 27-28 yıllar bunu Abdurrahman Ötepov sahnaga koygan. Haqiqatında da Abdurrahman Ötepov Qaraqalpaq Milli Teatrının tekарын salушылардың бірі болды. Ол 1905 жылы Қоңырат районында саудагер шаңырағында дүнияға келді. Балалық пайытларынан көркем өнерге ықлас қойған Абдуррахман ер жеткеннен кейін ұсы тарауда бірнеше дөңгелеклер түзіп, оларға басшылық етеді. Абдуррахман Ötepov'тың көркем өнер тарауындағы ең үлкен қызметі Таң нұры труппасы арқалы милли мәдениетті, театр мәдениетін раважландыруға үлкен күш салады. Республикада театр өнерін раважландыру хақында Қарақалпақстан үкіметі 1930 жылы декабрьде Қарақалпақ Milli театрын түзу хақында қарар қабыл етіп, оған Abdurrahman Ötepov'ты директор етіп тағайындайды. Лекін театрға қанегелі актерлар, режиссерлар, драматурглер жетіспеді. Сондықтан Қарақалпақстан үкіметі 1933 жылы Москваға хат жазып, Қарақалпақ студиясын ашуды iltimos етеді. Бұл iltimos inobatқа алынып, 1934 жылы Луначарский атындағы
тәкрарланбас таланты менен Қарақалпақ театры тарихында өшпес із қалдырды. 1939 жылы ұстазлары Ольга Ивановна Пыжова, Борис Владимирович Бибиков һәм Романовскийлер Төрткүлге келіп, 10 күн давамында өздері тәрбиялап шығарған шәкіртлері менен халыққа спектакльлер көрсетеді. Халықтың театр өнеріне болған қызығушылығы, ол театрдың халыққа рухи азық берудегі әрекетлері бір-біріменен жүккерлесіп, республикада көркем өнердің һәм театр мәдениетінің тез пәтпенен рауажлануына тикар салады. 1942 жылы Милли театрымыз Төрткүлден Нүкіс қаласына көшіріледі. Bigana bul. Sen yazıkın sen. Baktın mı böyle? Bilmeyken kanların baktın. Ne deriz sürünmez değilsin. Bu geçte geldin kendi kayıpsın o yok. Bu sözünün maniyeti ne? Öpüldü koy. Din yarın var. Saat. Bir 1946 жылы Ташкенттен театр институты ашылып, бірінші мәрте осы институттың режиссура факультетін Төреш Алланазаров келіп шығады. 1951 жылы институттан Қарақалпақ курсы ашылады. Оның дәстепке біткерушілері Өзбекстан һәм Қарақалпақстан халық артисті Шамурат Өтемұратов, Өзбекстанға қызмет көрсеткен Қарақалпақстан халық артистлері Зинел Пиязов, Әбілхақ Жүгінесов, Қарақалпақстан халық артисті Айтжан Абдалиев, республикаға минет сіңген мәдениет қызметкері Аманияз Жүзімбетов, Әбдіжәли Қожаназаров һәм басқалар болды. Олардың біткеріп келуі менен театр репертуары және де кеңейді, және де рауажланды. Januar. Gel. Yanıma gel. Yalğızman. Pış 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 pış. Pış pış. Pış.
Жастардың ақылы екі көзінде болады деген дұрыс екенде. Туып бала өсіріп, сонша жыл көзім жолында төрт болғаным ұсы болды ма? Қартайып хал кеткен шағымда ғарип болып қалдым ба? Кел. Кел, Жануар. Адамман шырайы һәм сымбаттан жүда. Лекін бұл ойымда күмән тудырмас, маған тиген уақытта бар еді көзі. Яқ, Яго, күмәннің да күмәні бар. Зәрре себеп болса ондай күмәнға bir parça жүректі таслайман жұлып. Дүниежүзілік классикалық шығармаға müracaat ету, Шекспир сияқты ұлы драматургтың шығармасына тәуекел ету, анау-мынау театрдың құдіретінен келмейді ғой. Солай да болса, Қуатбай Әбдіремов сол ниетінен таймады, өзінің ізденушілігімен болай берді. Meni tanıytan bediniz. Кешіресіз, онша тани алмай тұрман. Ya Selim bir günü qarab aytып атырман да. Енді жасыл күнлерге жасықлердің сәлем беру вазипасы ақсақал. Barekallah. Selim bersen Allah Taala'nın rahmeti yovat deydi. Camın yerde çayxanada çay içip otursam közüme birden sen görünüp kaldın. Sondan oyuma bir eseri түсіп дәру izine yürüp çıqqanım edi. Не гап, аға? Айтсам, енді қартайған ағаңды айыпқа бұйырма. Сен де бір есе сұрайын. Халық артистсің ғой, а? О? Онда саған айтайын дегенім, алдыңа халқың келіп тұр інім. Қаяқты? Міне, мен. 1970 жылдан кейін театр милли драматургияға жүда зәрur болып қалды. Ат тұяғын тай басар дегендей, 1976 жылы өзінің Келін аты атлы заманауи комедиясы менен Кеңесбай Рахманов, 1980 жылы бір үйде екі өмір драмамыз менен біз, соңынан Оразбай Әбдірахманов, Мұратбай Низамовлар драматургияға кіріп келді. O men demesi, o görük ben. Hazır Ömürbek keledi. Men onu qıtıqlayman. Ha sen de başana qıtıqlay ber, yaxşımı? Yaxşı. Men gör, және meni qıtıqlap жүрme, yaxşımı? Yaxşı. Assalamu alaikum, bayata. Aleyküm assalamu aleykum. Kel, Ömürbek qalas. Tiyatırman bayata, tiyatırman. Siz dedim, көргім келді, сағынып кеттім bayata. Aynen, soğudan, oynan. Ha kel, otur Ömürbekcan. Osu Ömürbek. Osu seni күннен күнге жас көріп баратырмады. Osu өзімнің баландай еркелетіп, ойнам келеді. Лабақжан, бермек келбейсің бе? Тезірек қой. Дем ойнам келеді. Лабақжан,
қорқақ, һәм қызғаншақ адамдар да болады дейді. Түйе берсе атан бақыр. Қазір көреміз. Баята кімнің қытықшылы Қарақалпақ халқының бірінші милли операсы, Әжнияз операсы 1987 жылы сахналастырылды. Бұл операның либреттісін жазған халқымыздың сүйікті шайыры, тірі классигіміз Өзбекстан қахраманы Ибраим аға Юсупов. Ибраим аға менен біргелікте біз екеуміз көп жылдар давамында бұл операның үстінде істеп, 1987 жылы сахналастыруға месар болдық. Енді бұл опера әлбетте халқымыз тарапынан, ұлыма жәмиет тарапынан жүзде жақсы жылы жүзбенен қарсы алынды. Себебі Әжнияз бұл халқымыздың жүзде оғада сүйіклі шайыры болып есептелінеді. Міне сол шайыр хақында, сол шайырдың өмірінің бір бөлігі хақында айтылған опера. Операның Həmmə tərəfləmə oğan bergen baxanı әлбетте халқымыз бағалады. Мен ойлаймын, бұл халқымыз үшін үлкен бір сауға болды ғой деп ойлаймын. Себебі опера, балет бұл көркем өнердің үлкен бір шыңы болып есептелінеді. Операсы, балеті жоқ, халықтың көркем өнері рауажланған деп айтуға әлбетте қиын. Себебі операның ішінде бұл көркем өнердің həmmə жанры бар. Operadan кейін халқымызға үлкен сауға бұл балет болды. Бұл сауға әлбетте үлкен сауға, себебі бұрыннан өзі операдан кейін бір балет жазу арманым болып жүріп еді. Қожасып деген талантлы жігітіміз либреттісін жазып, біз Айжамал балетін үйреттік. 1996 жылы сахналастырылды. Бұл балетті халқымыз жылы жүзділікпенен қабыл етті. Себебі халқымызға түсінікті қалқамаларының тикарында жазылып, бұл балета меніңше табыслы дүреді ғой деген ойдаман. Міне бір үлкен қуанышта, біз қазір қуаныштың үстінде отырмыз. Себебі жақында ғана міне құрметті президентіміздің парманы менен Ташкент Манон Уйғур атындағы санат институтының Нөкс филиалы ашылып атырыпты. Әлбетте бұл деген сөз президентіміздің жастарға болған, біздің көркем өнерімізге болған, ұлыма Қарақалпақ халқына болған үлкен үрмет ізеті деп түсінеміз. Себебі бұл біздің келешегіміз жастар соң үшін осы жерден өзімізден санат қайраткерлерін таярлап шығаратын институттың ашылуы, бұл әлбетте үлкен һәм биылғы жастар жылында ашылуы жастар үшін үлкен бір президентіміздің құрметі деп түсінемін. Мен бүткіл Қарақалпақстан халқы атынан, Қарақалпақстан көркем өнер қайраткерлері атынан президентімізге мың рахметтер айтқым келеді.
Өзбекстанда енді 37 театр бар. 37 театрдың ішінде ең кекселерінің бірі, һәм бір 10 театрдың алдында деп санасақ, сол 10-қа біздің театрымыз кіреді. Біздің театрымызға енді Өзбекстанның Мәдениет һәм спорт істері министрлігі, Өзбек театр ижады ішлеп шығарыш бірлесмесі, бұлар жүда көп біздер менен сыйлайды, санасады, қандай жәрдем керек болса береді. Тартуда, Эстонияда бір театр, Ванимуни деген театр бар, білесіз оны. Сол театр 3 жанрда қояды, оны операда қояды, опереттада қояды, балетам қояды, драмаларам қояды. Біздің театрымызға сол 3 жанр қояды оны театр. Біз операда қойдық. Қаралпақтың бірінші операсы Ибраим аға Ишуфтың либреттісіменен Әжнияз операсы қойылды. Нәжмәди Мұхаммедин музыка жазды оған. Бірінші балеттің авторы Нәжмәди Мұхаммедин. Балетам қойылды бізде. Кішкене ғана Таң нұры труппасынан басталған театр бүгінгі күнде үлкен сазлы театрға айланды. Оның киелі сахнасында халқымыздың жүздеген талантлы ұл-қыздары ойын көрсетті. Әзіргі күнде республикамызда бұл үлкен театр менен бір сапта жас тамашагерлер театры, қуыршақ театры һәм бірнеше районлық, қалалық, халық театрлары халыққа мәдени қызметлер көрсетіп атыры. Сексен жылдан аслан тарихқа ие театр жолы республикамызда көркем өнер тарауының жоғары шыңға көтерілуінде оғада үлкен әһмиетке ие.